Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздерге түрік халқының өздеріне әйгілі, өздерінің сүйікті десерттерінің бірі шамбали десертін жасап көрсетемін. Ол біздің қарасаңыздар бисквитке ұқсайды, бірақ өзгешелігі бұның құрамында мүлдем ұн жоқ. Бұл десерт восток халқының тағамдарын жақсы көретін адамдарға өте қатты ұнайды. Бұның құрамында ұнның орнында манный крупамен жасалынады. Ал қалай жасалу жолын білу үшін менімен бірге видеоның ақырына шейін болыңыздар. Ал кеттік, бисмилля деп бастайық. Бұл шамбали десертін дайындау үшін әуелі сиропымызды дайындаймыз. Сироп дайындайтын кастрюлеміздің түбі қалың болған абзал. Бірінші кастрюлемізге қантымызды саламыз, үстіне суымызды құямыз. Суымызды құйып алғаннан кейін жақсылап араластырып отқа қоямыз. Отқа қойған кезде асты әуелі өте жоғарыда тұрады. Жоғарылатып қойып қоямыз, баспаймыз. Жақсылап қайнағанша араластырып тұрамыз. Жиі араластырып тұрасыздар, себебі деген қант езілу керек және түбіне қант қатып қалмау керек. Ұмытып кетпеңіздер, сиропты қойып басқа жұмысты жасап кетуімізге болмайды. Қасында болып үнемі араластырып тұру керек. Енді сиропымыз қайнауға келіп қалған кезде жарты лимонның согын құямыз. Мен лимонның согының орнына менде дайын дүкенде сатылатын лимон бар. Лимонның согы, соны құйдым. Ал сіздер кәдімгідей лимонды алып, соның шырынын алып құйсаңыздар болады. Енді лимондың соғын құйғаннан кейін астын басамыз да жайлатып, енді тағы да 5 минут қайнатамыз. Ұмытып кетпеңіздер, арасында қозғап тұрыңыздар. 5 минут қайнағаннан кейін астын өшіріп қойып қоямыз. Бөлме температурасына шейін бұл суып тұру керек. Енді тестамызды дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз. Қыздар, осы жерде мен шатасып, қанттың орнына манный крупа салып жібердім. Сіздер ондай қателік жасамаңыздар. Бірақ та мен бұрынғы жасағаным мен қазіргі жасағанның айырмашылығы болған жоқ. Сондықтан мен сіздерге көрсете берейін дедім. Негізінде манный крупаны ең соңынан салуымыз керек еді. Менде ең бірінші салынып кетті. Барлығын, бұл пирогтың ең оңайлығы, миксердің керек жоқ. Тіпті негізінде венчиктің да керек жоқ. Жай қасықпен араластырсаңыздар да болады. Бір ыдысқа керек заттың құрамдарының бәрін салып араластырамыз. Сұйық майды, разрыхлитель, тұз, жұмыртқа, манный крупа және қантты бәрін араластырып, жақсылап араластырамыз. Бәрін салып ыдысқа жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғанда қантымыз ішінде еру керек және бәрі жақсы араласу керек. Бұл жерде мен қаймақ салдым. Негізінде йогурт салыну керек. Йогурт болмағандықтан мен қаймақ 20% қаймақ салдым, бірақ айырмашылығын мен байқамадым. Йогурт пен қаймақтың. Міне көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырамыз бәрін. Араластырып болғаннан кейін 10 минутқа набухать етуге қойып қоямыз. Біздің сиропымыз міне, әлі де біздің пирогымыз піскенше суып тұра береді, әлі қатты суыған жоқ. Енді пирогымызды 10 минут өтіп, набухать етіп дайын болғанша біз ыдысымызды дайындаймыз, формамызды. Менде осындай раздвижной ыдыс, оны 20-30 размерге келтірдім.
сіздер басқа қандай өздеріңде ыдыс бар, сонымен пісіре берулеріңізге болады. Жан жағын майлаймыз сұйық маймен. Мен түбінде майладым, бірақ та менде жабыспайтын қағаз болса да. Енді тестамыздың бәрін осының ішіне түгелдей саламыз. Бір қалыпта етіп, көріп тұрғандай ерсіңіздай етіп жайып шығамыз. Бәрін салып, бірдей етіп, бір жері қалың, бір жері жұқа болуға болмайды, өте әдемі болмай қалады. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерге ол уақыт алмайды, ал маған каналымды дамытуға көмектеседі. Міне, көргендеріңізде бір қалыпқа келтірдім. Енді осындай узор қалдырамыз. Ірі-ірі кусок жасаймыз. Бұндай емес, пышақпен жасасаңыздар да болады, бірақ та менде осындай пиццаның пышағы ыңғайлы. Енді әріне 4 піштінің үстіне мен жаңғақ қойып шықтым. Жаңғақ қоймен басқа жаңғақтың түрлерін қоюларыңызға да болады. Ягода қойсаңыздар да болады. Бұл жай әрлеу үшін, әсемдеу үшін. Өздеріңіз білесіздер. Міне, енді бірінші біз духовканы 190 градусқа шейін ысытып аламыз. Пирогымызды саларда оны 180 градусқа шейін азайтамыз. Пирогымызды салып 30 минут пісіріп аламыз. 30 минут өткеннен кейін пирогты алып, үстіне сиропымызды құямыз. Сироптың көп болуына байланысты, пирогтың қандай дәмді, влажный болуына сол сиропқа байланысты. Сироп көп емес, бәрі рецептісімен әдеттегідей описанияға жазып қоям. Қарап алыңыздар. Көп деп ойламаңыздар, барлық осындай сиропты құйып шығыңыздар. Ешқандай ешерде сироп артық қалмайды, бәрі сіңіп кетеді. Енді сиропты құйып алғаннан кейін мен өшіп тұрған духовканың ішіне қойып алдым қайтадан. Бірақ та бөлме температурасында тұрса да болады. 20 минутна сироп сіңу үшін тұру керек. 20 минуттан кейін жей берулеріңізге болады. Көргендеріңізде бұл пирогты жасалу жолы өте оңай. Жасаңыздар, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Видеоны менімен бірге болып ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Осы пирогты жасап отбасыларыңызды